Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде сигаретки тәттісін дайындайтын боламыз. Сетадан өткен ұнға шым-шым тұзды және де соданы араластырамыз. Кейін сары майымызды салып, крошка дайындаймыз. Мұқият араластырып алғаннан кейін біздің крошкаларымыз осындай болады. Кейін 20%-дан жоғары қаймағымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Дайын қамырымызды 1 сағатқа холодильникке салып аламыз. Ендігі кезекте начинкасын дайындаймыз. Ол үшін сары майды, қантты араластырып аламыз. Қызып тұрған отта баяу қайнатамыз. Кейін манная крупа мен магымызды араластырып аламыз. Біздің сүтті қоспамыз қайнаған кезде үстіне мак пен манная крупамызды аздан салып, осылай етіп қоюланғанша араластырамыз. Кейін оттан алып, творожный массамызды, яғни жұмыртқаның сарысы мен творогты араластырып, кейін біздің дайын қоспамызға араластырып аламыз. Қараңыздар, біздің тестіміз дайын, өте ерекше, жұмыс жасауға дайын тұр. Ендігі кезекте қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Ұнды себелеп, жұқа қамыр жаятын боламыз. Қамырымызды 4 бұрыштап бөліп аламыз, ортасына қоспамызды салып, орайтын боламыз. Екі шетін жабамыз, себебі біздің начинкамыз шығып кетпеу керек. Дәл осылай етіп ораңыздар, қыздар. Өз формамызға пергамент қағазын төсеп, оған орналастырып, 180 градустық пеште 30 минут пісіріп алатын боламыз. Ас болсын, қыздар. Менің каналыма тіркеліп, менен жаңа видео күтіңіздер.